өзіме ақша құя бердім, өзімді тазалай бердім. Қалауыңызға 1000% жетуіңіз бар да. Гәл сізде. Қараңыз да, неге аяғы, қолы жоқ болса да адамдар арманына жетіп жатыр? Көрдіңіз ба? Қалай энергетика жұмыс істейтін? Өйткені олар жоғарғы волнада тербеліп білді да. Қолы аяғы болмаса да, жоғарғы энергетика тербеліп білгеннен кейін, солай жасай алғаннан кейін, оның өмірінде жестко өзгеріс. Айтып тұрмын, мына әлемде бәрі бар. Қол аяғы жоқ болса да бақытты болуға болады. Өзіңізге қиялсаңыз болды. Өзіңізге қиялсаңыз болды. Сенсеңіз болды, сезінсеңіз болды. Кез келген нәрсе орындалады. Ешқандай күмәніңіз болмасын оған. Күмән болды ма, құртасыз. Күмән болды ма, құртасыз. Вот, сондықтан да кез келген нәрсе дәл сіздің қолыңыздан келетінін ешқашан есіңізден шығармаңыз. Сеніміңізді жоғалтпаңыз, сезініп жүріңіз және. Сезіне алыңыз. Міне мен айттым ғой манағана. Кеше мен ұшақпен Ақтауға ұшып келдім, Алматыдан Қазақтау қаласындамын. Қараңызда, мен 2 жыл бұрын ғана осы кезім маған арман еді ғой. Орындалды ма? Орындалды ғой. Мүмкін емес деген нәрсе жоқ. Просто біз орындалып жатқан арманымызды сезіне алмаймыз. Тағы бүйтіп ары қарай кете бергіміз келеді да. Сезінген кезде келеді ғой саған, сезінген кезде. Мен кеше ұшақта келе жатырып кайф алдым да. Мынау менің бір кездердегі жестко арманым еді ғой, әр қалаға ұшақпен ұшып, қаланың артында барып, кеше дәл ұшаққа кететін кезде, жүріп жатқан кезде бар билет алдым да ұшып кеттім. Көрдіңіз ба? Бұл менің реалдығым. Бұл менің қалауым, мен қаладым, мен жасадым. Сіз қаласаңыз, сенсеңіз, сезінсеңіз, кез келген нәрсені сіз де жасай аласыз. Жаңа тағы да айттым ғой, 80-де 20. 80-де 20. 20% құрал, 80% адамның ішкі наным, сенім, эмоциялар, ішкі эмоциялар жұмыс істейді өмірде. Неге көп тренингтерде жұмыс істемейді? Өйткені құрал беріледі ол жерде. Ішкі эмоция дұрыс болмағаннан кейін құрал 20% әсер етеді. Ал когда сіздің ішкі 80%-іңіз, ішкі состояниеңіз дұрыс болған кезде, құралды меңгеру деген сізге вообще проблема болмайды. Вообще. Қараңызда, неге бірдей ақпарат беріледі, бірақ әркім әртүрлі нәтиже көрсетеді. Өйткені ол өзінің блоктарына байланысты, наным сенімдеріне байланысты, және тербеліп жатқан әртүрлі толқындарына байланысты қабылдап результат көрсетеді. Осыны есіңізден шығармаңыз. Хотя төмен толқында тербелетіндер жамандықтың өміріне тартады, және де келіп тағы өзіне емес айналасын кінәлайды. Результат көрсетемін деп айтып едің ғой, результат болмады деп мойынға біреудің аяқты салбыратып отырып алады да. Одан дымда результат болмайды. Одан хрен результат болмайды, ашығын айта салайын. Вот, өйткені жауапкершілік алмайды да ол өзіне. Қараңызда беріп жатқан ақпарат білді, мен қарап отырмын қазір чатта, маған жіберіп отыр ғой. Әркімде әртүрлі действовать етіп жатыр да. Өйткені оның блогына, наным сеніміне, тербелген энергетикасына байланысты. Біреу результат көрсетеді, біреу көрсетпейді. Хотя беріп жатқан ақпарат бірдей. Көрдіңіз ба? Сондықтан да толқынның волнасын үнемі жоғарғы деңгейде ұстауға тырысыңыздар. Үнемі жоғарғы деңгейде ұстасаңыздар, мынандай өзгерістер. Мынандай өмірге алғысайып жүретін боласыздар. Және бір күніңізден асқан бақытты боласыз. Егер дәл қазір сезіне алсаңыз.